Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге қазіргі кезде хит болып жатқан восточная корзина пирогын ұсынамын. Бұл пирог тез дайындалады, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер, және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен қамырымызды елеп аламыз. Ол үшін бір ыдысқа бір жұмыртқаны жарамыз, және де үстіне қант қосамыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай сары майымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін оның үстіне қопсытқышымызды қосамыз, екеуін жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізу қажет. Мен алдын ала ситадан өткізіп дайындап қойдым. Енді осы ұн мен қопсытқышты массамызға қосамыз. Әдеттегідей ұнды осылай 2-ге 3-ге бөліп қосамыз, және де жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз тура осындай жұмсақ болу керек. Енді холодильникке 20 минутқа салып қоямыз. Пирогты мен осындай формаға жасайтын боламын. Ішін осылай бір майлап аламыз, немесе ұн сепсеңіздер де болады. Енді холодильниктен қамырымызды аламыз. Осы форманың ішіне қолымызбен жайып шығамыз. Тура осылай қолымызбен барлық жеріне жайып шығамыз. Енді осы қамырдың ішіне қалауларыңызша курага, чернослив, сары мейіз, қара мейіз және де грек жаңғағын қоса беруге болады. Мен курага қосамын, грек жаңғағын және де сары мейіз қосатын боламын. Енді осылардың бетіне сгущенка құямыз. Кез келген сгущенка жарай береді. Қоюлау сгущенка болса тіптен жақсы болады. Мен осындай буренка сгущенкасын құйдым, өте дәмді шықты. Енді сгущенкамыз біркелкі болу үшін сәл осылай жан-жағына жайып шығамыз, және де 10 минутқа қоямыз. Немесе сгущенкамыз біркелкі болу үшін сәл осылай сілкіп шайқап жіберуге де болады. Енді 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде осындай пирог шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сондай жұмсақ туралады, нәзік және де ең бастысы дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.